қазақта сырап деген сөз бар ғой, сырапшылдық. Вот сіздердікі тура сондай. Бір кісілер өкінішке орай сондай азық-түлікті таппай жүр. Қабылдау жасаймыз. Қаншасы көмек сұрап келеді. Көмектесіп жатырмыз. Ярмаркалар ұйымдастырып жатырмыз. Кәсіпкерлерге айтып, қолымыздан келгенше тегін мұқтаж азаматтарға таратып беріп жатырмыз. Ал біз заңға сәйкес келмейді деп апарып, оны күл-қоқысқа тастаймыз. Қалай түсіндіресіңдер бұны? Елдің алдында бізді ұятқа қалдырдыңыздар. Күндіз-түні шырылдап әріптестерімізбен бірге жұмыс жасап жүрміз. Сіздерге оны жоққа шығарып жатсыздар. Шығарған кісіге рахмет, әлеуметтік желіге. Шынын айтсам, біз білмей де қалатын едік, бұл әлеуметтік желіге шықпағанда бұндай жағдайдың сіздерде бар екенін, осындай кемшіліктерге жол беріп жатқандарыңызды біз байқамай да қалатын едік. Кейде ренжиміз сынаса, рахмет шынында да. Біздің көзімізді ашып жатыр қазір.